Преследуем автодорогу Астана-Петропавловск. Проезжаем от города Макинск в направлении города Щучинск. Уважаемые жители и гости Акмолинской области, просим вас воздержаться от дальних поездок в связи с ухудшением погодных условий. Автодорога Астана-Петропавловск от 230 по 18 километр ограничено движение для всего вида транспорта. Берегите себя и своих близких. Құрметті жүргізушілер, ауа райының күрт өзгеруіне байланысты сіздерден алыс жолдарға шығар алдында 112 нөмірінен келетін хабарламаларға құлақ асыруларыңызды ескертеміз. Жол жүру барысында жылдамдықты шектен тыс асырмай, арақашықтықты сақтауларыңызды сұраймыз. Жол жабылған жағдайда елді мекеннен шықпаңыздар. Жолда сақ болыңыздар. Уважаемые участники дорожного движения, ввиду ухудшения погодных условий, просим вас быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдать скоростной режим. Во время непогоды снижать скорость до минимума, чтобы при возникновении опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям быть предельно внимательным при появлении пешеходов на проезжей части. Берегите себя и своих близких. Большое количество осадков снега выпало, в связи с чем просим вас быть внимательными, бдительными на дороге, соблюдать скоростной режим. И всего доброго, хорошего пути. Видимость 200 метров. Головен. Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді ауа райының күрт өзгеруіне байланысты алыс жолға шықпауларыңызды сұраймыз. Павлодар қаласының полиция басқармасы ескертеді. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальоны ескертеді. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты алыс жолдарға шықпауларыңызды сұраймыз. Және де жол жүріс ережелерін сақтап, ауа райы туралы хабарламаларды қарап отырыңыздар. Департамент полиции Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области предупреждает воздержаться от дальних поездок, перед рейсом на дальней дороге, проверять техническое состояние транспортных средств, соблюдать скоростной режим, а также безопасное расстояние. Обращать внимание на СМС-уведомления от номера 112, а также быть предельно внимательным. Ауа райының өзгеруіне байланысты ауа температурасы төмендеп, қатты жел соғып, тас жол бойы тайғақ болуына байланысты сіздерді Омбы-Майқапшағай тас жолы, яғни Семей Павлодар бағытына шықпауларыңызды сұраймыз. Егер де шұғыл түрде жолға шығып жатсаңыздар, көліктеріңізді ақылдап ескере отырып, құрал жабдықтарын толтыра отырып, жолға шығуларыңызды ескертеміз. Жамбыл облысының полиция департаментінің патрульдік полиция батальоны сіздерді ескертеді. Көлік құралын басқару кезінде жылдамдықты асырмаңыздар. Көлік құралын басқару кезінде сақтық шараларын сақтаңыздар. Маусымаралық және тұрақсыз ауа райына байланысты жауын-шашын, боран және көктайғақ, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, СМС ескертуді қадағалауды, шұғыл қажеттіліксіз алыс қашықтыққа бармауды ұсынамыз. Жолдарда өте сергек болыңыз. Бұл тек жүргіншілерге ғана емес, жаяу жүргіншілерге де қатысты. Естеріңізге сала кетейік. Бірыңғай кезекші диспетчерлік қызметтің телефон нөмірі 112, полиция нөмірі 102. Телефондар тәулік бойы жұмыс істейді.